Қыздар, қолтықтың астына дейін комбинезонды тоқыдық. Біздің комбинезон уже симайды кадрға. Кішкене қайырып қояйық. Енді қолтықтың астына дейін тоқығаннан кейін қыздар тағы бір айта кетейін. Размер бойынша тура неше сантиметр жазылды. Осы сантиметрлер бойынша ұзындықты тоқи беріңіздер. Мінекей қыздар, себебі стандартный размер бойынша бұл размерлер дұрыс екенін мен есептеп көрдім. Барлығын қайтадан дұрыс, ешқандай қате жоқ. Сол осы сантиметрмен есептей бересіздер. Мысалға, қолтықтың астына дейін осы сантиметрмен тоқып келдіңіздер ғой. Енді қолтықты қалай тоқимыз? Апхват, яғни оралма, айналым бізде 3 айлыққа дейін 22 сантиметр, 3 айлыққа дейін 22 сантиметр болса, біз ұзындығын екіге бөлеміз. 11 сантиметр тоқисыздар. 3 айға дейін 11 сантиметр ұзындық, 3 ай мен 6 айдың аралығында 12 сантиметр тоқисыздар. Ал 6 ай мен 9 айдың аралығында 12,5-13 сантиметр тоқисыздар. Одан кейін 12 айға 14-14,5, 18 айға да 14-тен бастайсыздар, 14 пен 15 сантиметрдің аралығында тоқисыздар. Баланың үлкендігіне, яғни размеріне қарай тоқисыздар. Егер балаларыңыз туылған кезінде стандартный размерден кішкене ұзындау болып туылған болса, онда сәл 1-2 сантиметр қосасыздар. На вырост қосуларыңыз керек болады. Себебі мен подругам маған қазір заказ беріп жатыр. Баласы туылғанда 58 сантиметр болып туылды. Қазір 4 айлықта қазір 68-ден асып кетті. Осы 4 айға толған кезінде 68 деген, енді қазір қанша сантиметр екен білмеймін. Сондықтан да егерде қасыңызда бар балаға тоқитын болсаңыз, онда балаңызды өлшеп, өсу жылдамдығын барлығын өлшеп, мысалға 1 айда мынанша сантиметр, 2 айда мынанша сантиметр қосты дегенге қарай өлшейсіздер да, сол бойынша тоқитын боласыздар размерін. Ал егерде балаларыңыз қасыңызда болмаса, онда осы стандартный размермен тоқи берсеңіздер болады. Тура мен қандай размер бердім, тура осы размер тоқимыз. Тек мына жерді ұмытсаңыздар болады, себебі бұл жерде ұзарту емес, кішкене қысқартуда, ол қысқартып керек жоқ. Ұзартып та қысқартып та керек жоқ, себебі осы длина 1 жас, 1,5 жасқа дейінгі балаларға болады. Ешқандай жаңағы выкройкасыз, бұл комбинезон жеңілдетілген түрі да тура тоқи бересіздер. Солай тоқисыздар. Тек мына жерлерде 2 сантиметр қоссаңыздар болады. Мына бала памперс киеді ғой, содан кейін памперс кигеннен кейін қозғалады. Сол қозғалған кезінде кішкене тарылуы мүмкін. 3 айға дейін тоқып жатқан болсаңыздар, қоспай-ақ қойыңыздар 2 сантиметрден артық, себебі 3 айға дейінгі балалар тек жатады. Ал 6 айдан жоғары қарай ол бала отырады, қозғалады, сондықтан қоссаңыздар болады. 1-2-3 сантиметр қоссаңыздар болады осы аралықта. Негізі платочкамен тоқылып жатқаннан кейін платочканың өзі негізі жақсы созылады. Біраз созылады да. Созылған кезде кішкене вид жоғалтады, сондықтан жаңағы размер сәл ұзындау тоқыған дұрыс деп айтатынымыз сол. Енді әрі қарай қалай бөлеміз, әрі қарай қалай тоқимыз, соны түсіндірейін размерді болсақ. Енді біз общий спицада қанша петля бар, толық санап аламыз. Менде общий 121 петля. Енді әрі қарай тоқуды жалғастыру үшін, қолтықты тоқуды жалғастыру үшін біз негізгі комбинезонды 3-ке бөліп аламыз. Яғни мынау бір планка болады, мынау екінші планкасы және спинка өзі бөлек тоқылады. Ол үшін біз не істейміз? Есептеп алайық. Қалай есептейміз, көрсетемін қазір. Менде общий 131 петля. Енді осының 10 петлясы алдындағы мана планкаға қосқан едік қой. Мына жерден ең бірінші қолтық ауын жалғағаннан кейін, мінекей 5 петля мына жақтан, 5 петля мына жақтан қосқан едік. Сол 5 петля екеуін аламыз. 10 петля болады. Одан кейін бізге тоқу керек спинкаға қанша кетеді и перед қанша, осыны есептеуіміз керек.
Енді қараңыздар, мына 131 петляның бір петлясын аламыз да, плюс 1 спинкаға қарай жібереміз. Егерде тақ болатын болса, осылай біреуін спинкаға жіберсеңіздер болады. Ал егерде 130 болса, 132 болса, осылай тұра береді, тура солай бөле бересіздер. Егерде артық болатын болса, алдында, например, бір петля артық болып қалатын болып жатса, оны спинкаға қарай жібересіздер, өйткені алды тең болу керек. Енді есептейміз. 131-дің бірі спинкаға кетті, оның жаңағы алдындағы планкаға жібердік. Сонда общий біз 120 петляны 2-ге бөлуіміз керек болады. Ол 120 60-тан келеді. Сонда спинка 60 болса, на плюс 1, сонымен 61 петля болады. Біздің спинка 61 петля. Ал передті біз не істейміз? Передті 2-ге бөлеміз, өйткені 2 планка бізде. 2-ге бөлеміз. Сол кезінде 60 әрқайсысы. Мына жақта 30 петля, мына жақта 30 петля, плюс планканың 10 петлясын 5-ге бөлеміз. Сол кезінде передте плюс 5, 35. Передте бізде 35 петлядан болады. Алдында спинкада 61 петля общий. Осылай бөліп аламыз. Есептеуді осылай есептейсіздер. Мен бөліп қойдым. Қараңыздар. 35 петля. Бір планка 35 петля, екінші планка және спинкада 61 петля. Енді әрі қарай тоқуды жалғастырамыз. Тоқуда негізінде мына бір планканы бөлек тоқып алсаңыздар болады, екінші планканы тура бөлек тоқып алсаңыздар болады, және спинканы бөлек тоқисыздар. Спинканы соңынан тоқимыз. Енді біз манағы расчеттар бойынша, біздің сантиметр бойынша, менде обхват, жаңағы қолдың обхваты 25 болу керек. Мен 25 болса 12,5 сантиметр тоқуым керек. 2-ге бөлеміз, мына жерден 12,5 сантиметр, 12,5-13 сантиметр тоқим кішкене бос тұру үшін. Енді мен 2 планка, алдындағы планканы екеуін бірге бір спицаға өткізіп қойдым да, 4-ші осымен тоқи беремін, бірге тоқи беремін. Бөлек-бөлек тоқсаңыздар да болады. Мен бірге тоқуды ұйғардым. Оны қалай бастаймыз? Соны көрсетемін. Бөліп алуды көрсеттім. Бастайтын кезінде мен мына жағына бір жіп, екінші жіпті қосам, мына жақтың өзінің жібі бар. Малдан бері тоқылып жатқан. Маркер табыстасақ болады. Петляны сонда алып аламыз. Әрі қарай. Петля бізде қосылды. Планканы тоқи береміз. Қыздар, енді неше қатар тоқығандарыңызды санап отырсаңыздар болады. Себебі спинканы тоқыған кезінде сол қатарды тоқисыздар. Мысалға, мына алдында неше қатар тоқылды, артқа да сондай қатар тоқисыздар. Тағы да бір 4 қатардай қосамыз. Ол где-то бір 2 сантиметрдей, 1,5 сантиметрдей болуы мүмкін. Әр размерге әртүрлі. Например, кішкентай болса 1 сантиметр, 1,5 сантиметрдей қосамыз. Ал 12 ай, 18 айға 2 сантиметр қосамыз иыққа. Арты кішкене ұзындау болу керек алдынан. Сондықтан санап отқан, тоқып атқан қатарларыңыздың бәрін санап отырсаңыздар болады. Егерде жаңылсып санаудан сөйтіп жатсаңыздар, онда кейін общий қатарды санайсыздар да, общий мына жақтан бастап, осы шетінен бастап санап, артынан да тура шетінен бастап санайсыздар да, сол кезде общий сіздерде қатар саны шығады. Солай есептесеңіздер болады. Бірақ дәл қазір осы қолды тоқып жатқан кезінде жазып отырсаңыздар оңай болады, көп уақытты алмайды. Неге қыздар, осылайша тоқып кете береміз. Қазір осы қатарда соңына дейін тоқисыздар да, одан кейін мына екінші планканы өзінің несімен тоқып кетесіздер. Өзінің жібімен әрі қарай осы спицада жалғастырып тоқып кете бересіздер. Екінші келесі қатарда тура мана басқа нелерде, видеоларда көрсеткендей тоқи бересіздер. Туда обратын осылайша екеуін бірге тоқисыздар және өздеріңізге керекті сантиметрді тоқып аласыздар. Енді мен сіздермен
артында тоқығаннан кейін сіздер өздеріңіз самостоятельно мінекей екі алдыңғы планканы тоқисыздар өздеріңіздің сантиметрді, одан кейін спинканы тоқисыздар. Спинкаға керекті сантиметр 1 сантиметр мен 2 сантиметрдің аралығында қосасыздар. тағы да бір ол где-то 4 қатар сондай болуы мүмкін. 4 қатар, кейбіреуде 6 қатар. 4 қатар болады, 4 қатар болады. Мінекей 4 қатар дегеніміз так, мінекей 1, 2, 3, 4 мынандай ғой. Екі полоскада 4 қатар деген ол 1 сантиметр болады. Одан кейін тағы да 5, 6 қоссаңыздар 2 сантиметр болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша қосасыздар да, сонда толық тоқып болып, спинканы екі передті тоқып болғаннан кейін мына иықтарды тігетін кезде жолғатын боламыз. Оған дейін өздеріңіз тоқисыздар. Ұмытпаңыздар, түйменің орнын қалдырып отырамыз. Одан кейін касаны тоқып отырамыз. Келесі видеода кездесеміз.